Бастаймыз ба, бастамаймыз ба? Бастайық. Кеттік ондаша. Кезекті объектіміз ЖК Miracle-ды ремонтын аяқтадық. Толықтай квадратура жайында мәліметтерді беріп кетемін. Ендеше бастадық. Бұл бізде кухня студия залымен бірге қосылған кезде 18-де 6 квадратты алады. Достар, кухня студияға бізде 30-ші ламинат салынған болатын. Тегістегенін қараңыздар. Мына стенаны қараңыздар, достар. Қандай идеальный. Стенамыз тегіс. Есігімізде ручки, магнитный ручки. Есігіміз 2-де 10. Бұл бізде санузел зонасы 3-де 2 квадрат. Бұның ішіне не сыйғыздық? Қараңыздар, достар. Раковина смесительмен бірге. Және де инсталляция. Грой фирмасы. Келесі бізде душевой смеситель. Жамбыр сияқты ағады ғой, достар, жамбыр сияқты. Достар, бұл детский бөлме 13-те 9 шаршы ауданда алады. Ол жерде 33-ші класс ламинатты қолданған болатынбыз, және де полиуретан плинтусты қолданған болатынбыз. Және де арналичникпен плинтустың екі ортасын 45 градуспен қосып жалғанғанбыз. Бұлай тұрып, азанда кофе ішіп тұрғанға не жетсін. Құрметті достар, бұл бізде жатын бөлмесін қандай деңгейге жасап бергеніміз көрініп тұр. Бұл жерде акцент стена, және натяжный потолок, ламинатымыз тағы да 33-ші класс полиуретан плинтуспен. Ең бір күшті лайфхактардың бірі ол проходное освещение. Жатын бөлмеңізден шығасыз, мына жерден светті қостыңыз и шығып баратқан жерде светті өшіп кете бересіз. Осымен біздің обзорымыз аяқталды. Енді келесі обзорымызды басқа ЖК-ларда көрсететін боламыз. Дәке, светтер өшпей алды қажет. Аяқ киімді киіп қойыппын ғой, ренжімеңіздер. Бірақ бізде ең тағы да бір лайфхакымыз, бір кнопкамызбен светтерді өшіре аласыздар.